Киттің төлі анасының сүтін суда осылай ішеді дейді. Видеода аналық кит суға ақ түсті сұйықтық шығарып, төлі соны жұтып жатқандай көрінеді. Кадрлар өте әсерлі, иә? Бірақ бұл видео рас па? Талдап көрейік. Әлеуметтік желіде киттің төлін қоректендіріп жатқан сәті көрсетілген видео кең тарады. Көпшілік оны табиғаттың сирек кездесетін кадрлары деп қабылдаған. Алайда фактчекерлер видеоны тексеріп, оның жасанды интеллект арқылы жасалғанын анықтаған. Сарапшылар бейнематериалдардан Sense ID су таңбасын байқаған. Бұл Google компаниясының жиі арқылы жасалған немесе өңделген контентіне қойылатын белгі. Бұдан бөлек кит төлдерінің шынайы қоректену сәті бұл видеодағыдай көрінбейді. Мысалы, 2015 жылы натуралист режиссер Патрик Дикастро дрон арқылы көк киттің төлін емізіп жатқан сәтін түсірген. Ал 2022 жылы сүңгуірлер тағы бір төлдің су астындағы бейнесін жазып алған. Шынайы видеоларда төл анық киттің құрсағына жақын орналасқан. Бірақ суда дәл әлеуметтік желідегі видеодағыдай қою ақ сүт көрінбейді. Осы видеоға сеніп жүрген досыңызбен бөлісіңіз, біліп жүрсін.